Ал достар, бүгін тағы да бізде бір салымшымыз үйлі болғалы жатыр. Эльмира ханым. Эльмира, қалай неше теңгенің үйін алып жатсыз? 12 миллион. 12 миллион теңгені. Иә. Қай жақта? Қай жақта? Левый берегте. Левый берегте, Астана қаласында. 12 миллионға бір бөлмелі пәтер тапты бұл кісі. Күшті, негізі мен қуанып жатырмын, әлі толқында болып жатырмын, 12 миллионға қалай таптыңыз деп. Сөйтсем табылды. Черновой, правда, но ничего страшного, ремонт жасайды, иә? Иә. Қанша теңге ай сайынғы төлем? 96 мың. Бұл кісі де толқып отыр қазір, үйлі болғалы жатыр. Сондықтан мен де толқып отырмын. Қанша пайызбен шықты сонда? 8,5%. Жалпы переплатасын помните? 2 миллион. 2 миллион. Иә, егер де алдын ала төлем жасайтын болса, онда переплатасы одан да төмен болады. Сондықтан құтты болсын, Эльмира. Рахмет. Мен өте қуаныштымын. Қараңыз, бұл кісі бізге банкке келген жоқ, өйткені жұмыстан шыға алмады. Сондықтан мені шақырды жұмысқа келіп қабылдадық, иә? Қанша уақыт алды? Жарты сағат, тез қабылдадық. Енді қазір үйлі болады, Алла жазса нотариуске барады. Сондықтан баспана құтты болсын. Рахмет. Осындай жақсы, жағымды сәттер көп болсын үйіңізде. Ал достар, сіздерге де осындай үй жұғысты болсын. Эльмира ханым сияқты сізде үйлі бола беріңіздер. Рахмет.